жаңағы Құдаймен шыншыл болу деген нәрсе бар. Жаңа артыңнан шұқи береді, айта береді, әңгіме жүргізе береді. Бірақ сен Алламен шыншыл болсаң, Алла момын пендесін әрқашан не істейді? Көтеріп алып шығады Алла Тағала. Өзімен шыншыл болған пендесін Алла Тағала алып шығады. Бұған пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның хадисі дәлел. Қандай хадис? Ай, субханалла, уақытта болып қалды. Сендерден бұрын Бәни Исраил қауымында дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтады. Журайж деген кісі болды дейді. Өте бір ғибадатшыл кісі, өзінің кішкентай бір мінәжат жасайтын ғимараты бар еді дейді. Бір күні ғибадат жасап тұрған кезінде анасы келіп айтты: "Ей, Журайж" деп шақырды. "Ей, Журайж, намазды бұзсам ба, бұзбасам ба, қалай болады екен? Ғибадатта тұрмын ғой, не болады екен?" Анасы айқайлап шығып қалғаннан кейін не дейді? "Ой, бәле, Алла сені жаңағы бір фахиша әйел дейді ғой. Арсыз әйел бар ғой жаңағы. Жезөкше әйелмен сынамайынша Алла сені алмасын" дейді ғой. Тоқ етерін айтайық та. Жезөкше әйелмен сынамайынша Алла сені алмасын дейді. Сөйтсе, мына жақта сол ауылдың ішінде бұл Журайж шынымен тақуа ма, әлде тақуасымақ па деп жаңа қазбалайтындар бар ғой. Сол қазбалайтындар ауырып жүр екен да, адамның артын қазбалайды. Сонымен бір әйел тұрып айтады ғой, яхуди әйел: "Мен барып сендерге көрсетіп келем" дейді ғой. Оның шын тақуа емес екен. Сонымен бұл Журайжға келіп не істейді? Журайж деп бұл да келіп жаңа не қылады? Ойнастық істегізге өліп жатыр жаңағы. Сонымен Журайж оған не істейді? Бар кет дейді. Бұл ашуланып сол жаңағы Журайждің мінәжатханасының жанында бір кішкентай ойпат бар екен. Сол жерде қой бағып жүрген бір қойшы кездесіп қалады ғой. Сол қойшымен жақсылап не қылады? Құмарын қандырып алады. Сөйтіп қойшыдан көтеріп қояды ол. Босанатын, бұна босанғанға дейін айтып жүреді ғой, "Мынау Журайждің баласы, сендер тақуа" деп жүрген дейді. Мынау ішімдегі көтеріп жүрген 9 айдан бері Журайждің баласы дейді. Сендер оны тақуа деп. Босанған кезде не дейді? Журайждің баласы дүниеге келді дейді. Халық аңғара әңгіменің әлі несіне барған жоқ? Төркініне барған жоқ. Ашуланып келіп Журайждің жаңағы ғибадат қылатын мінәжатханасын ойран топан қиратып тастайды. Журайжды өлтіріп тұрып сабайды жаңағы халық. "Ой, тақуасымақ, сен тақуа деп жүрсек біз." Сонда Журайж айтады ғой: "Шамал тұра тұрыңдар, енді кішкентай тұра тұрыңдар." Дәрет алып намаз оқиды, 2 рәкат намаз оқиды да баланың қарнын басады. Жаңа туылған неміз өлі бала ғой, жаңа туыла кетті. Баланың қарнын басады да "Мән уәләдүк" деп айтады. Сенің әкең, "Мән уәлидүк", сенің әкең кім деп айтады балаға. Қарнын басып тұр. Сонда бала: "Әкем қойшы" дейді, "сенің мінәжатхананың жанындағы." Бүкіл халық ана яхуди әйелді не істейді? Яхуди әйелдің жермен-жексен етіп тастайды. Бесікте сөйлеген неше адам бар дейді? 4 немесе 5 адам бар деп келеді хадистерде. Соның біреу осы Журайждің қиссасындағы әйел. Бұны неге айтып жатырмыз? Журайж кіммен шыншыл болды? Алламен шыншыл болды, көрдіңіз ба? Алла оны не істеп алды? Ақтап алды. Аналар айтты: "Журайж, бізді кешір" деді халық айтты. "Саған алтыннан салып берейік, ғибадат істейтін жер" деді. Жоқ, баяғыдай қам кесектен салып бере бермеді. Сөйтіп қам кесектен мінәжатханасын салып берді. Адамдардың барлығы көзі жетті. Енді бұл қиссаның тек біз өзімізге керек жағын ғана алдым. Ол басқа нәрселер бар. Ата-анаң шақырған кезде нәпіл намазды бұзу деген сияқты, парыз емес нәпілді бұзу деген сияқты басқа ғибраттар бар. Ол жағын кірмей қойып, бізге керегін айтайық. Құдаймен шыншыл болсаң, Алла сені әрқашан алып шығады. Міне әңгіме осы. Адамдардың сөзін естемесін сені қайғыртпасын дейді Алла Тағала Құранда айтады. "Ей Мұхаммед, адамдардың сені сөзі қайғыртпасын. Сен бәрібір Алламен шыншылсың ғой." Көрдіңіз ба? Алламен шыншыл болу бұл не екен? Бұл үлкен бір бақыт.